Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және осы видеода сіздер Нарутоның құрдастарының арасындағы ең мықты шинобилердің бірі Шино Абурама жайлы көбірек білетін боласыздар. Онда көп созбай бастайық. Шино анименің 3-ші эпизодында көрсетіліп, сол серияда ол Киба және Хинатамен бір топқа түсті. Олардың тобын Жоунин Юхи Коренай басқаратын болды. Дегенмен Шиноның өмірінің академияға дейінгі кезеңі тек Наруто Шиппуденде ғана көрсетілді. Шино бала кезінде Торунумен бірге өседі және Абурама әулетінің күшіне қызыққан Шимура Данзо Шиноны түптамыр Анбуына алғысы келеді. Бірақ Торуну Шиноның орнына Анбуға өзі барады. Артынан Шино Шинобилер академиясын аяқтап, генин дәрежесін алып, аз уақыттан кейін өз тобымен Чунин тестіне қатысатын болды. Ал мен сіздерге екінші маусымнан көбірек кадрларды көрсетейін, себебі білемін ғой, сіздерге бірінші маусымдағы ескі сурет стилі аса ұнамайтынын. Сол үшін неге бірінші маусымдағы кейбір кадрлар жоқ деп ойлап қалмаңыздар. Олар ескі әрі сапасы нашар болған соң видеоға кіре алмай қалды. Кірмей қалама деп қорқамын. Тест басталмай тұрып, ол Нарутоның басқа құрдастарымен бірге Якуши Кабутомен танысып үлгерді. Тесттің бірінші кезеңін Шино өз кикайчулары арқылы өтті. Ал екінші кезеңде өлім орманында Шино өз тобымен екінші бүктеме қағазды оңай әрі тез қолға түсірді. Топ басшысы ретінде Шино Кибаның тағы да бір бүктеме қағазды тартып алайық деген сөздеріне қарсы шықты. Кейінірек Киба орман ішін барлайық деген соң олар Гаараның жаңбыр ауылынан келген топты өлтіргенінің куәсі атанды және тесттің екінші кезеңін Шино тобы, яғни 8-ші топ, алғашқылардың бірі болып тамамдады. Чунин тесттің 3-ші бөлімінің алғашқы кезеңінде Шиноның қарсыласы Дыбыс ауылынан келген Заку болды. Шино Закудан шайқасқа түспей, өз денсаулығын ойлауын өтінгенімен, оны тыңдайтын Заку болмады. Жалпы өз қарсыласының жағдайын ойлап, оны жеңілісті мойындауға шақыру Шино мінезінің бір бөлігі еді. Төбелес ұзақ уақытқа созыла қоймады және сол уақыт ішінде Шиноның кикайчулары Закуды екі жағынан қоршап алған еді. Кикайчулар Закуды екі жағынан қоршаған сәтте Заку оларды шабуылдады. Бірақ кикайчулардың орнына Закудың қолдары зақым шекті. Шино шайқас басталған сәтте-ақ Закудың қолындағы тесіктерді білдіртпей кикайчуларға бітеткен еді. Солайша Закудың шабуылы оның өзін ауыр жаралады және жаралы Закуды Шино көп қиналмай бірнеше соққымен жеңіп кетті. Тесттің ақтық сынындағы Шиноның қарсыласы құм ауылынан келген шиноби Канкуро болды. Шайқастар өтетін күні Саскенің кешігуіне байланысты Канкуро мен Шино жекпе-жегі уақыты бойынша алға жылжытылған еді. Алайда өз қуыршағы Карасудың сырын ашқысы келмеген Канкуро Шиномен төбелесуден бас тартты. Саске мен Гаараның шайқасы болып жатқан уақытта күтпеген жерден Канохаға шабуылы басталды. Аренадағы көп адамдар генжутсудың кесірінен ұйқыға кеткенімен Шино генжутсуға түсе қоймады. Ол мықты қарсыластармен шайқасқанды ұнататын болғандықтан және бір жағынан болып жатқан нәрсенің дұрыс емес екендігін түсінгендіктен ол Гаараны іздеп Саскенің артынан түседі. Ал Канкуро орман ішінде Саскенің жолын бөгемек болғанда Шино Канкуромен өзі шайқасқа түсіп Саскеге Гаараға жетіп алуына көмектеседі. Шино Канкуро үшін ыңғайсыз қарсылас болып шықты. Канкуро Шиноны өз қуыршақтары арқылы алыс қашықтықтан шабуылдағанымен Шино өз қоңыздарынан жасалған клон арқылы Кикайчудың ұрғашысын Канкуроның маңдайына қондыру арқылы ұрғашы Кикайчудың иісі арқылы еркек Кикайчуларды Канкуроға жіберіп отырды. Олар Канкуроның чакрасын сорып алуымен айналысты және шайқас барысында Шино Канкуроның қателіктерін оның өзіне қарсы қолданып отырды. Дегенмен Канкуро Шиноны өз уымен улап үлгереді, яғни Шино Канкуроның уының демін абайсызда жұтып алады. Чакрасы бітіп, әлсіреген Канкуроны Шино шайқаста жеңгенімен оның өзі де у әсерінен сұлап түседі. Дегенмен дер уақытында келіп жеткен Шиноның әкесі Шиби оны құтқарып үлгереді. Артынан Шино басқалар секілді 3-ші Хокаге Хирузанды жерлеу рәсіміне және Цунадені Хокаге ретінде ұлықтау рәсімдерінде көрсетілді.
Ал Саске дыбыс шинобилермен бірге Каноханы тастап кеткен уақытта өзіне топ жинап жүрген Шикамару Шиноны өз тобына қосқысы келді. Бірақ дәл сол уақытта Шино әкесімен бірге басқа миссияда болған еді. Саскені құтқару миссиясына қатыса алмағаны үшін Шино ұзақ уақыт бойы қатты өкінді, себебі оның ойынша егер ол басқалардың қасында болғанда, Саскені Канохаға бірден қайтаруға болатын еді. Наруто Джираймен дайындыққа кеткеніне 2 жыл болған уақытта құм ауылы Чунин тестін өткізуді қолға алды. Сол тестке Нарутоның барлық құрдастары қатысты. Наруто, Саске, Шикамарудан басқа әрине. Тесттің бірінші бөлімі жазбаша түрде өтті және 8-ші топ одан сүрінбей өтті. Ал тесттің екінші бөліміне өту үшін арнайы дайындалған межелі жерге жету керек болды. Бірақ сол жерге ең алғашқы болып келген 30 топ қана келесі кезеңге өтетін болды. Және 8-ші топ өз бақытына орай алғашқы 30-дықтың қатарына еніп үлгерді. Ал келесі кезеңде әдеттегідей генендер бір-бірінің топтарынан өздеріне жетіспей тұрған бүктеме қағаздарды тартып алулары керек болды. Және дәл осы кезеңде әртүрлі ауылдардан келген топтар бір-бірімен шайқасқа түсті. Ал 8-ші топ өздеріне керекті бүктеме қағазды өз қолдарына түсіре алды. Бірақ екінші кезең бітпей жатып, тест тоқтатылып, әр ауыл кімге Чунин мәртебесін беретінін өзі шешетін болды. Осылайша Шино және Нарутоның басқа құрдастары Канохаға қайтып келген уақытта Чунин деңгейіне дейін көтерілген еді. Және айта кетейін, бірінші маусымның филлер серияларында Шино көптеп көрсетіліп, оның мінезі болмысы сол серияларда жақсы ашылды. Менің өзіме Бикочу қоңызы мен Анконың естеліктері жайлы филлер сериялар қатты ұнады. Және Шино адамды күлдіре беретін уға уланған кішігірім филлерлік аркада көруге тұрарлық екені сөзсіз. Шиппуденнің басында Наруто ауылға қайтып келген уақытта ол өз тобына 3-ші адамды іздейді. Және сол кезде ол Шиноны көріп, оны танымай қалады. Бұл жайт Шиноны қатты ренжіткен еді және осы сәттен бастап Шино көп сөйлемейтін, бірақ сонда да көрерменге қауіпті әрі мықты болып көрінетін Шинобиден күлкілі жайттарға көп түсетін Шинобиге айнала бастады. Менің ойымша адамдар Шиноны тұйық имба ретінде таныса, Кишимото Шиноны біртүрлі, басқалар оны дұрыс түсіне алмайтын орташа күшке ие Шиноби ретінде ойластырған секілді. Себебі 2-ші маусымнан бастап Шино ақырындап дәл сондай кейіпкерге айнала бастады. Анимеде Шино Сарутоби Асуманың жерлеу рәсіміне қатысып, артынан ол Гурен жайлы филлерлік аркада көрсетілді. Сол аркада Шино тағы да өзін мықты, икемді Шиноби ретінде көрсете алды. Дегенмен авторлар Шиноға әдеттегідей мықты қарсыластарды бере қоймады. Артынан Шино Учиха Итачиді іздеу үшін құрылған топтың қатарына еніп, олар Итачимен емес, Тобимен кездесіп қалады. Тоби олардың жолын бөгеп, олар Итачи болған жерге жеткенде Саске мен Итачидің арасындағы шайқас аяқталып, Итачи өмірден озған еді. Ал Пейн Канохаға шабуыл жасаған сәтте Шино өз әулетінің басқа мүшелерімен бірге Конанның қағаз клонына қарсы шайқасқа түсті. Содан кейін Шино 5 Каге жиналысының алдында және Чикара филлерлік аркасында көрсетілді. Одан бөлек Шино Нарутоның 5-ші және 6-ші толық метражды фильмдерінде өзін өте жақсы жағынан көрсетті. Алайда авторлар тағы да Шиноға мықты қарсыласты бере қоймады. Және Наруто найзағай еліне кетпес бұрын Шино мен Кибаның бірге жұмыс жасап жатқаны да көрсетілді. Сол серияда Шино басқалармен бірге Чоджу ұйымдастырған отырысқа да қатысты. Басқа шинобилермен бірге Шино 4-ші әлемдік шинобилер соғысына қатысты. Ол Мифуне бастаған ерекше нинджутсулар мен қабілеттерге ие шинобилардың дивизиясында болды. Соғыс басталған сәтте Шино басты шайқастардан аулақ болып, екінші қатардағы кішігірім шайқастарға көптеп қатысты. Алайда сол шайқастарда ол күш жағынан да кейіпкер ретінде де аса өсе қоймады. Енді ол 1-ші маусымдағы Шиноның жай көлеңкесіне ұқсап бара жатты. Шино қатысқан ең үлкен жекпе-жек Абурама әулетінен шыққан Торунеге қарсы болды. Шайқаста Шино жеңіске жетті, бірақ менің ойымша Торунені мықты, маңызды қарсылас ретінде қабылдауға болмайды. Себебі Торуненің өзі өте аз көрсетілген 2-ші емес тіпті 3-ші қатардағы кейіпкер болатын. Және артынан Шино Шинобилер альянсының басқа мүшелерімен бірге Наруто мен Киллер Биге көмекке келді. Және ол басқа 2-ші қатардағы кейіпкерлер сияқты ұзаққа созылған шайқасқа өз кішігірім үлесін қосты. Мысалы, оның Кидайчу Мушикуи атты қоңыздары Джубидің миньондарының көзін құртқан еді. Кішігірім болса да level up.
Артынан Шино Обитоның денесінен биджуларды шығарып алу процесіне қатысты. Дегенмен биджуларды қайта жинап Джуби Джинчурики атанған Учиха Мадара мәңгілік Цукиомиді іске қосып, Шино басқалармен бірге Муген Цукуйоми құрбанына айналды. Өтіріктен құралған тәтті әлемде Шино өзінің жаңа алып қоңыздар сұрпын шығарғанын көрді. Шино қоңыздарға қатты қызығып, көп уақытын өз қоңыздарына және жаңа сұрыпты қоңыздарды жасауға бөлетін, және ол өз қоңыздарының қазасын жанына жақын қабылдайтын. Ал басқа адамдар Шиноның адамдарды қоңыздармен салыстыруын біртүрлі әрекет деп санайтын. Негізінде бұл шынымен де біртүрлі әрекет, және Ацуцуки Кагуяны Наруто мен Саске тоқтатқан соң басқа шинобилер секілді Шино да генжутсулар әлемінен оянған еді. Артынан Шино басқа кейіпкерлерге арналған аркаларда кішкенеден көрсетіліп отырды, және ол өз өмірін Боруто әлемінде сәтсіз жалғастырған кейіпкерлердің бірі болды. Енді көптеген фанаттар оның бұрын имба болғанын тіпті ұмытқан еді. Шиноның қабілеттеріне келсек, оны тіпті күшейтудің қажеті шамалы еді. Оны тек көбірек көрсетіп, мықты кейіпкерлермен шайқастарға түсіру керек еді. Мысалы, Шино өз кикайчулары арқылы жауды өте алыс қашықтықтан сезе алады, және дәл сол кикайчулары арқылы ол өте мықты сенсор бола алады. Ол қоңыздары арқылы қарсыластардың чакрасын сорып алу қабілетіне ие. Қоңыздар арқылы қарсыласты шеңбер пішінінде қоршап, оны еш қимылсыз қалдыра алады. Ал кидайчу қоңыздары тіпті қарсыластың бұлшық еттерін жеп тастай алады, және қоңыздар Шиноны генжутсуға түсіп қалудан қорғайды. Одан бөлек Шино Торуноның ринкайчуларына ұқсас улы қоңыздармен басқаларды улай алады, және Шино қоңыздардан тұратын клондар арқылы сенсор шинобиларды алдай алады. Бұл дегеніміз Шино дайын тұрған имба екенін білдіреді. Бірақ автордың Шиноны басқа кейіпкер ретінде көруі және аниме авторларының Шиноны дамытудан бас тартуы бізге өзін көрсете алмаған, бірақ өзін көрсетуге әркез дайын болған шинобиді қалдырып кетті. Және егер сен Шиноны мықты шиноби ретінде мойындасаң, астына жай ғана жүрек қалдырып кетсең болады. Ал егер сен Нагато мен Итачи арасындағы мықтының кім екенін білгің келсе, онда мына видеоны көр. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.